Бұған күн суыса мұржалардың түтінінен мұрындары бітелген елорда тұрғындары естері шыға қуанып жүр. Әсіресе Астананың іші сыртында асықтай шашылып жатқан жеке үйлер. Көңілденген олар көмір тасып, от жағып, күл шығару машақатынан құтылатын болдық деп отыр. Кейінгі жылдары Астананың аспанын торлаған көк түтін тек жергілікті жұрттың ғана емес, елорда деп ентелей жететін қонақтардың да еңсесін түсіріп тастайтын. Ресми дерек былай дейді: Астанаға газ тартылса, ауаны ластайтын қалдықтардың мөлшері 6 есеге кеммек. Осы көгілдір отын мәселесіне қатысты көптің көкейінде сауал аз емес. Сондықтан біз апта алаңына энергетика министрлігінің газ өнеркәсібін дамыту департаментінің директоры Зияш Қияқбаев мырзаны шақырдық. Қош келдіңіз. Кеш жарық. Зияш Қалдыбекұлы, бастапқы нүкте Қызылорда, Жезқазған, Қарағанды, Теміртау, Астана. Алдымен көпті қызықтыратын мәселе. Газ құбырының бірінші бөлігі қашан басталады? Бекітілген жоспар бойынша газ құбырының құрылысы осы жылы шілде айында басталып, 19 жылдың желтоқсан айына дейін түгел бітіру керек. Алдымен жергілікті ресурстарға көп күш түседі ғой. Қазір жергілікті әкімдіктер газды тарту жүйелерін әзірлеп болды ма? Қазір елді газдандырудың бас схемасына сәйкес жергілікті өкімет орындары, әкімдіктер жобалық, сметалық құжаттамалар дайындауға шұғыл түрде кірісіп, белсенді түрде осы жұмыстар жасап жатыр. Бәрінен бұрын газ келеді дегелі бері қуанып отырған бұл елорда жұрты. Өйткені себебі бізде көмір жағатын тұрғындар өте көп. Газ құбыры Астанаға қашан келеді? 19 жылдың аяғына қарай. Яғни барлығына мерзім бірдей ғой? Иә, барлығына жерім. Егер келер болса, нақты бағасы белгілі болды ма? Бір текше метр газдың бағасы шамамен қанша? Енді әрине қазір жобалық сметалық документ құжаттамалар түгелімен бітпей жатқан уақытта енді оның бағасын кесіп айту қиын. Оған қарамастан алдын ала есептеулер бойынша бір текше метр 47-50 теңгені құрайды деген есептер бар. Жоспарларыңыз бойынша келесі жылдың соңына дейін тартып бітірулеріңіз керек газды. Ал келесі кезең бойынша, яғни Сарыарқа газ құбырын солтүстік өңірлерге жеткізу жобасы қашан басталады? Енді жаңа өзіңіз айтып кеткендей, Қызылорда, Астана бұл бірінші кезең болып есептеледі. Әрі қарай Астанадан құбыр Көкшетауға, Көкшетау арқылы Петропавл, солтүстік өңірге тартылады. Бұл жобаның жаңағы әрі қарай даму кезеңдері болып есептеледі. Кез келген алып жоба жалпы үлкен ресурсқа тәуелді. Осы Сарыарқа газ құбырына мемлекет қазынасынан қанша қаражат бөлініп отыр? Біріншіден газ құбырының жалпы құны 370 миллиард. Ол жаңа 4 кезеңде түгел қамтылған. Екіншіден, оның ішінде бірінші кезеңнің жалпы құны 267 миллиард. Оның біріншіден бұл жаңағы басқа да әртүрлі қаржы орындарынан, қаржы ұйымдарынан, банктерден тартылатын арнайы несие болады. Біріншіден, екіншіден оның несиенің шарттары, оның беру құны, оның пайыздары, басқа да көптеген шарттары осы уақытта қаралып жатыр. Осы арнайы жұмыс тобының қарауында осы мәселелер. Зияш Қалдыбекұлы, қандай да бір жобаның жақсылығы болады? Жаңа жұмыс орындары ашылады дегендей. Енді осы газ құбырының кезінде қанша тұрғынды кәсіппен қамту жоспарланған? Біріншіден, мынау құрылыстың салу кезеңінде 800-ге тарта жұмыс орны ашылады. Жаңадан 800-ге тарта адам газ құрылысында тікелей жұмыс істейді. Екіншіден, қанша дегенмен газ құрылысы ол уақытша нәрсе, 1,5-2 жылда түгел бітеді. Одан кейін тұрақты түрде газ құбырын пайдалану үшін 200-ге тарта жұмыс орны ашылады. Бастапқыда газ тартылады деген кезде батыстан тартылады дегендей болжам болды. Ақыр соңында оңтүстіктен келеді деп шешілді. Неге Қараөзек компрессорлық станциясы таңдалып отыр? Қандай тиімділігі бар мұның? Біріншіден, егер бұлай қашықтық тарапынан алсақ, бұл өте ыңғайлы және өте тиімді орын болып есептеледі. Екіншіден, Қараөзек компрессор станциясы онда жоғары қысымды газ құбыры болып есептеледі. Сондықтан ол жоғары қысымды пайдаланып, газды бірінші кезеңде қосымша компрессор станциясын салмай-ақ газды түгел Астанаға, Астана өңіріне түгел жеткізуге болады. Сол дайын компрессор станциясының қысымын пайдалана отырып.
Енді ел болып қуанып отырған осы Сарыарқа газ құбыры іске қосылған жағдайда бұның экономикалық маңызы, мәні, әлеуметтік маңызы қандай болмақ? Бұл өте үлкен инфрақұрылымдық жоба бола отырып, бұның экономикалық және әлеуметтік маңызы өте зор. Біріншіден айтқандай, бұл газ құбыры өткен өңірлер үшін жаңадан бизнес көзі, екіншіден газ келген өңірлерге мынау инвестициялық тартымдылығын өте жоғары деңгейде болып естіледі. Газ құбыры өткеннен кейін, үшіншіден мынау бұның және де экологиялық өте маңызы зор. Өйткені тек Астана қаласының мысалға алатын болсақ, экологияға шығарылып жатқан әртүрлі ластау заттарын жылына 36 мың тоннаға төмендетеді. Ол бірінші. Екіншіден, сосын басқа көмір және дизель отынымен есептегенде, бұның экономикалық тиімдігі көмірмен есептегенде 6 есе болса, ал дизель отынымен есептесе 3 есе ауаның ластауын төмендетеді. Жақсы, біраз мәлімет алдық. Газ мәселесіне қатысты апталаңына келіп еркін пікір білдіргеніңізге рахмет айтамыз. Рахмет. Қадірлі көрермен, апта бағдарламасын біз әрмен қарай жалғастырамыз.